Қуыршақ деген кішкене кісі, аяғы, қолы бар, үндемейді. Берсе кетеді, алса келеді. Тіл болмайды, үн болмайды. Жоқ, бекер. Қуыршақ үлкен кісі, қолдан жасамайды, атынан туады. Базарда сатпайды, қазақты сатады. Сақалды балалар ойнайды. Бадам ауданының адамы Әбдірақым Шымкент көшелерін кезіп, өзіне қуыршақ іздеп келеді. Кәдімгі ағаш төресі бабас өз қарындасын саудаға салуға дайын. Пысық қызметкер. Әуелі көр, қолайына жақсы. Көріп тұрмын, қонтақты қолдың жасаған қуыршағындай бала екен. Тек саудасына келіссек. 1000 сом пұл берсе ал. Жо, 1000 сом, артыққа ала алмаймын. Bir at қос. Сауда бітті, қой сойылды. Бабасқа 700 сом өтті. Қыз Әбдірақымның қойнында пұлы берілген. Ертең қыз Әбдірақыммен қашып кетіпті. Аты бостандық, заты сауда. Енді бабас өзіне әйел іздейді. Жуан саудагер ересілдің қызы Әлімеге 1000 сомға келісті. Тағы да қой сойылды, тағы да ақша өтті. Қыздар тауар, еркектер ойыншы. Той өтті, бірақ саудада достық жоқ. Бабас Әбдірақымнан берілмей қалған ақшасы мен атын талап етті. Бермесең көресің. Бабас кек алудың амалын тапты. Қарындасы қанша айдап салуға көшті. Қарағым, қанша, мына күйеуінен қайыр жоқ. Түнілдім, жүр, үйге қайтамыз. Аға, енді қайтемін. ЗАГС бастығының алдында қанша өз рөлін ойнап тұр. Риза емеспін. Осы пәленің қайдан жабысқанын білмеймін. Ажырастырыңыз. Бостандық. Қанша еркін болды, бірақ ол тек бабасының қолына қайта түсті. Әрі қатын жоқ, әрі ақша жоқ. Әбдірақым бабасының үстіне милицияға арыз жазды. Малымды қайтар. Сауда сақалынды сипағанша емес пе? Ересіл келіп екі жақты да мәмілеге шақырды. Мейлі, бопты. 300 сом мен қаралы айғыр бабасқа өтті. Милициядағы арыз жойылды. Қуыршақ иесіне қайтты. Әбдірақым қайтадан қыз қойнында пұлы толық төленген. Міне қуыршақ, міне ойын. Бізде әлі мұндай қуыршақтар мен ескі әдеттің қолдар атаменлілер бар. Біз бұл масқараны әдейі көрсеттік. Әйел ойыншық емес, әйел азаттыққа лайық адам.